Сәлеметсіздер ме, қымбатты әріптестер? Біз бүгін Алматы қаласы Әуезов ауданы номер 132 гимназияның ұстаздары Ахметқұлова Ажар Қамзақызы және Құдайбергенова Гүлсім Елтайқызы өзіміздің авторлық бағдарлама негізінде тәжірибемізді таратамыз. Мен Ахметқұлова Ажар Қамзақызы Ажайып жаратылыстану бағдарламасының авторымын. Бұл бағдарлама 1-сыныптан 4-сыныпқа дейін жазылған. Менің мақсатым аталған бағдарламаның жоба жазуда бастауыш сынып оқушыларына қажеттігін дәлелдеу. Зерде жобалар байқауы 2 және 7 сыныптар аралығында өтеді. Осы жобаға қатыстырып, балалар өз жұмысын қорғап, құрылымын, жасаған практикалық жұмыстарын көрсету мақсатында бағдарламаның бір бөлімі осы жоба жазуға үйретеді. Менің ғылыми тұжырымдамам жоба жазу арқылы жаратылыстану пәні бойынша алған білімдерін жүйелеп, тереңдету және баланы шынайы өмірге үйрету, функционалдық сауаттылығын арттыру. Осы ғажайып жаратылыстану бағдарламасымен жұмыс жасай отырып, менің жаңалығым жоба әдісімен дайындалған бастауыш сынып оқушыларының жоба жазуға үйрету туралы суретті кітапшаны дайындау. Бағдарламаның ішіндегі тақырыптар жоба деген не, жобаға қандай талаптар қойылатындығын үйретеді. Жалпы, жоба дегеніміз ғылыми әдістермен зерттелген тиянақты нәтиже. Жобаға қандай талаптар қойылады? Бірінші, ғылыми жобаның тақырыбын анықтау. Бағдарлама барысында мұғалім оқушылармен бірге оның жасына сай, қызықты болатын тақырыпты анықтайды. Егер жобаны балаларға мынау сенің тақырыбың деп өзіміздегі дайын тақырыпты таратып беретін болсақ, балаларда қызығушылық болмайды. Ендеше ғылыми жобаның тақырыбын қалай анықтау керек? Бала сабақтан тыс бос уақытында немен айналысады? Оның хоббиі не, сүйікті ісі ше? Ендеше осы айналысып жатқан бірі спортқа барады, бірі бимен айналысады, енді бірі үйде үй жануарларын өсіреді, гүлдерді өсіреді. Осының барлығы баланың қызығушылығын білдіреді. Ендеше оның хоббиін жоба тақырыбына алмастыруға, айналдыруға болады. Екінші, жобаға қойылатын талап ғылыми жобаның жоспарын құру. Басында жоспарымыз қысқа сөйлемдерден тұрады, кейін ақпараттарды толықтыруына қарай оны алып тастауға немесе толықтырып отыруға болады. Келесі жоба барысында балалар зерттеу күнделігін бастайды. Яғни, ол жетекшісімен бірігіп, не істеді, қандай іс-әрекеттерді атқарды, соның барлығын тізіп жаза отырып, жанына мерзімін көрсетеді. Келесі жобаға қойылатын талаптар ғылыми әдебиеттер мен дереккөздерден іздеу, таңдау. Алғашында балалар өзінің үй кітапханасындағы, мектеп кітапханасындағы кітаптарды жинастырады және интернет көзінен алынған ақпараттардың барлығын мүмкіндігінше жинай береді. Кейін қажет болған кезде оны сараптап, іріктеп, тақырыбына сай ақпараттарды ғана қалдырады. Техникалық тұрғыда рәсімделуін қадағалау. Жоба жазылып болғаннан кейін оны рәсімдейді. Бұл да өте маңызды. Себебі слайдты қорғау кезінде зердеде слайдтың саны 5-ден аспағаны дұрыс, және 3 қана түсті қолданыңыз, қалдырылатын қашықтығы, ара қашықтығы барлығы осы техникалық тұрғыда рәсімделуіне қадағалау болып табылады. Жұмыс жазылып барысында аннотацияны қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылады. Сондай-ақ ғылыми қызметкерден пікір алынады. Бағдарлама барысында балалар 2 сыныптан 4 сыныпқа дейін осы өздерінің алған тақырыптарын бойынша жобаның құрылымымен танысады. Жалпы жобаның құрылымы неден тұрады? Соны қарапайым мысалмен түсіндірсем, бірінші бір ой келді дейге, идея келді. Маған үй салу керек деген. Енді осы ойды мен қалайда іске асыруым керек. Енді үй салу керек деген ой біздің басымыздан шықпайды. Енді бізде мақсат пайда болады. Қалайда мен осы үйді салуым керек деп. Мақсатым біреу, ал сол мақсатқа жету үшін менде бірнеше міндеттер бар. Сол міндеттерді орындаймын. Енді осыны жоба жазуға алып келетін болсақ, менде жаратылыстану пәнінен, немесе әдебиеттік оқудан, дене шынықтырудан мен жоба жазуым керек. Биыл оқушыларымды жоба қорғауға қатыстыруым керек деген ой келетін болса, мен осы ойды іске асырамын. Менде жоба жазу деген мақсат пайда болады.
мақсатым біреу, ал оған жету үшін мен мына міндеттерді орындауым керек. Мақсатқа жету үшін орындайтын міндеттерім. Бұл үй салу барысында. Үй бірден өзі салынып кетпейді. Не болмаса үй салу керек деген ой бізде тек қана басымызда жүретін болса, ол шын мәнінде үй болмайды. Тек қана ой болып қалады. Енді осы мақсатқа жету үшін біздің орындайтын міндеттеріміз бар. Бірінші, үй салуға қажетті құрылыс материалдарын сатып әкеліп жинақтау. Үй саларда біз құрылыс материалдарының сапалысын, жаңағы суға төзімдісін таңдаймыз, иә. Тура сол сияқты жоба жазуда біздің тақырыпқа сай, біздің тақырыптың мазмұнын ашатын материалдарды жинақтай береміз. Екінші, үйді салу кезінде біз құрылысшылармен келісімге отырамыз. Үйдің сызбасын түсіндіреміз, оны салудың әдіс тәсілдерін құрылысшыларға түсіндіріп айтып береміз. Яғни, балалардың жатын бөлмесі, не болмаса өз жатын бөлмем күн түсетін жағында болу керек, терезелері үлкен болу керек деген сияқты біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз. Тура сол сияқты балаларға жоба жазу кезінде балаларға мысалы сауалнама алу қажеттігін, және ол жасаған жұмыстарының барлығын фотоға түсіріп отыру керектігін айтамыз. Сондай-ақ біз ол баланың ата-анасымен де жұмыс жүргіземіз. Және осы үй салуға байланыстыратын болсақ, біз салынып жатқан үйді қадағалап, ішінара түзетулер енгізіп отырамыз. Яғни терезелердің биіктігі, олардың күн түсетін жақтама, неше есік салынды, есіктердің ашылуын барлығын біз қадағалаймыз ғой. Тура сол сияқты жұмыста оқушыға тапсырып қойып қана қоймаймыз. Ішінара біз ол жобасына балалардың мына жерде мысалы тақырыбына сай зообаққа баруы мүмкін, тамақтың дұрыс тамақтануға байланысты нутрициологпенен, ал бидің көңіл күйге әсері туралы жоба жазса, бишімен, сондай-ақ дәрігерменен кеңес алып, сол кісілермен жүргізген сауалнамасында қосып отыру керегін айтамыз. Сондай-ақ мысалы үйдің мерзімін 3 айда бітіріп шығу деп біз жаңа құрылысшылармен келісетін болсақ, дәл солай жобада мысалы жаздың 3 айында жазып біту керек, қыркүйектің 1-іне жазылған жұмысты дайындап әкелу деп біз ата-анасына да мерзімін белгілеп береміз. Енді мен өз сыныбымда оқушыларды осы ғажайып жаратылыстану бағдарламасымен жұмыс жасай отырып, жобаға қалай үйреттім. Біз 1 жыл бойы тақырыптар таңдадық. 25 мамырда балалардың тақырыбын бекіттік. Сыныптан 7 оқушы қатысатын болды жаңағы зерде жобалар байқауына. Балаларға жаздың 3 айында берілген тақырыптар бойынша ақпарат жинайсыңдар деп тапсырдым, және WhatsApp арқылы балалардың жинаған ақпараттарын көріп, қарап отырдым. Балалар ғылыми әдебиеттер мен дереккөздерден іздеді, фотоға түсірді жұмыстарын, өздерінің тақырыбы бойынша қажетті ақпараттардың барлығын жинақтап алды. Біз қыркүйек айында балалар келген кезде жоспарды талап бойынша жазуды бастадық. Балаларға зерттеу күнделігінің маңызды екенін айттым, сондай-ақ зерттеу күнделігін толтырып отырды. Енді осы жобаны жазу барысында балалар өздерінің жасаған жұмыстарын YouTube каналы ашып, сол YouTube каналға салып отырды. Жұмысты жазып болғаннан кейін талап бойынша рәсімдеп, Алматы Дарыны сайтына жүктедік. Сыныпта балалар, сол 7 оқушы сыныпта жоба жүргізу барысында балалардан сауалнама алды. Яғни осы сауалнаманы менімен бірге дайындады. Балалар сауалнама алу барысын фотоға түсіріп отырды. Енді бірінші баланың тақырыбы жаратылыстану бойынша бидің көңіл күйді көтеруге көмегі барын білесің бе деген сауалнама алды. Ал екінші бір оқушым экосабын туралы естідің бе деген сауалнамасын дайындады. Ал үшінші оқушым тісіңдегі қақты өзің анықтай аласың ба деген тақырыпта сауалнама алды. Сыныптағы мынау сауалнама алу сәтінен балалар экосабынды қолдарына ұстап, ол түрлі формада болды, жемістердің формасында. Соны иіскеп көріп, қолдарын жуып, осы жобаны алдымен біз сыныпта қорғап алдық. Екінші оқушыларым өздерінің сүйікті ішіп жүрген шырындарына қайсысы табиғи, қайсысын ішуге болады деген жобалар болды. Соны қызылшаның шырынын арқылы өздері зерттеу жұмысын сыныптың алдында жүргізіп қорғады. Ал үшінші оқушым ол өзді балалардың тісіндегі қақты қалай анықтауға болады және соны қалай кетіруге болады деген тақырыпта болатын. Ол өз жұмысын
осылай қорғап шықты. Жалпы осы ғажайып жаратылыстану бағдарламасы арқылы балалар жоба қорғаудан жоба қорғап шықты. Осы зерттеу жұмыстың нәтижесінен шыққан өнім пайда болды. Яғни мен бастауыш сынып оқушыларына жоба жазуды үйрету туралы кітапша дайындадым. Жоба қорғау қызық па әлде қиын ба деген. Жасаған кітапшаның санын көбейтіп, бастауыш сынып мұғалімдеріне, ата-аналарына, оқушыларға үлестіріп бердім. Оқу жылының басында осы факультатив сабағында әр оқушыға жоба ұсынып, тақырыбын бекіттім. Бұл жоба тек қана сол жылдың соңында ғана қорғалып қана қоймай, сынып сағаттарында, тәрбие сағаттарында балалар өздерінің жасап жатқан жобаларымен бөлісіп отырды. Оған арнайы уақыт бөлдім. Алда жоба жазу және оны қорғау факультатив сабағының бағдарламасын және күнтізбелік тақырыптық жоспарын дайындадым. Енді өзімнің балалармен жасаған осы бағдарлама нәтижесінде балалардың жеткен жетістіктері менің көңілімді қуантады. Осы қатысқан 7 оқушы зерденің аудандық кезеңінде 7-еуде орын алды. 3 бала бірінші орын алып қалалық кезеңге өтті. Қалған 2 оқушы екінші орын, сосын 3-ші орынды иеленді. Қалалық деңгейге өткен 3 оқушының 2-еуі республикалық деңгейде өз жұмыстарын қорғап, жүлделі 2-ші орынды иеленді. Енді менің осы әріптестермен осы ғажайып жаратылыстану бағдарламасын бөлісе отырып, айтарым, бастауыш сынып оқушылары үшін осы бағдарламаның маңызы өте зор. Өз тәжірибелеріңізге алып, өз тәжірибелеріңізде қолданып көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Енді келесі авторлық